Тағы да айтам, облысқа сайланған депутаттар бар, аудан депутаттары бар. Ордабасы ауданына қарасты Бадам елді мекенінің аймағындағы қыш зауыт орналасқан. Сол азаматтар осындай мәселелерді көтеру керек. Сұраныс жазу керек, прокуратураға жазу керек, арыздану керек, тексеруін қадағалау керек, тексеруді ұйымдастыру керек осындайларға. Неге солар осындай мәселелерді көтермейді? Неге солар осындай мәселені айтпайды? Жының келетті. Сайланды ғой кеше. Облыс қатысты ойбай қырам, үйтем, битем, ананы істейм, мынаны істейм, қыш зауыттар мәселесін көтерем. Бүйтіп қарап тұрсаң, популистік әрекеттер да, популистік әрекеттер. Популистік әрекеттері ешіне маған өтпейді екен олардың популистік әрекеттері. Олар көтеретін болса, осы уақытқа дейін аудан депутаты болып тұрған кезде де көтеру керек еді. Не только облысқа барамда көтерем деп. Көтер енді, көтер. Облысқа бардым, отырдым. Көтерсеңдер. Және осы Түркістан облысынан сайланған мәжілісмен депутат бар, мен атын да білмейді екенмін шыны керек кім екенін. Өткенде сенат депутаттары келді. Олар неге айтпайды? Ауданға келіп, халықпен, тұрғындармен, Ордабасы аудан тұрғындармен кездесу өткізді. Сол кездесудің бірде-біреуін бізге хабарлаған жоқ. Міне сенат депутаттар келіп, қандай мұқтаждарым бар, қандай айтатын мәселелерім бар, келіп айтыңдар, жеткізіңдер. Міне келіп тұр, сонау Астанадан келіп отыр президенттің жанына. Айтыңдар проблемаларыңды деп. Неге біздер шақырмайды? Шақырмайды. Бүйтіп қарайсың, ойлайсың өзін, ойлайсың. Бұның бәріне сыбайласпа, әшейін. Келеді, фотоотчет үшін ғана да. Келеді да, бұл суретке түсіп кетеді. Біз міне ауыл тұрғындарымен кездестік, Ордабасы аудан тұрғындарымен кездестік, халықтың мұқтажын тыңдадық. Осындай проблемалар айтылды. Бәрі керемет, жеке-жеке шешеміз. Кім айтты ол жерде проблеманы? Кім айтты ол жерде мына қыш зауыттардың проблемасын? Мен тағы айтам, бір қыш зауыт болса мейлі ғой, мен үндемейтін бір қыш зауыт болса. 17 қыш зауыт бар біздің Бадамда, 17 қыш зауыт бар. Содан кейін шырылдап, содан кейін айқайлап, үйсіп қақсап жүрміз шыны керек. Және мәжіліс сенат депутаты, бұл бір бөлім. Одан кейін мәжіліс депутаты бар, Түркістан облысынан сайланған. Ол кім, аты кім бұл? Мен білмеймін. Мысалы, осыдан алдына кімде депутат болды? Қайнар Аббасов, қателеспесем, Түркістан облысынан болды. Ол кісі Фейсбукқа біз мәселелерді көтергенде белгілеп тұрып салдық, отмет етіп тұрып. Жоқ, жауап жоқ. Тып-тыныш, естімейді халықтың. Келеді, жылына бір-екі рет. Мына депутаттар, мәжіліс депутаттары аудандарды аралауға кетті дейді. Келеді, кетеді, болды. Оны біздер естімейміз. Белсенділер естімейді. Өздері аппарат қойып қояды. Міне, тұрғындар келеді деп. Олар көтереді, шешіліп тұрған проблема, шешілейін деп тұрған проблеманы көтерткізеді, оларға айтады, міне осы проблеманы сіз көтеріңіз дейді. Ол шешілейін деп тұр биыл мысалы. Соны көтерткізеді. Титанердегі бір маман жауап береді, оны биыл қолға алдық, құдай қаласа биыл салынады, биыл түседі дейді. Осы жалпы біздегі жағдай.